Assalamu alaikum. Мен көршілерім андайсыздар. Барыңыздардың құтман күніңіздер менен туғандар. Талас обласы Манас районы Покровка бұл жақ. Мына погода бұйырса бүгін жақсы. Күн ашылып, күн жүріп жақсы болды. Туғандар, бұл Покровканың жаңағы центральный көшесі туғандар. Бұл жақта Бугрянский мектепті білесіздер, центральный көшемен келатқанда. Анан Бугрянский көшеден бұл жаққа түшіп кете тұрған көше бар дағы, трасса. Ушул трасса менен бері түшіп келатканда, оны биринчи эле поворотто бир трансформатор бар экен туғандар. Ошол жактан кайрылганда, ошол жакта там сатыкка чыгып атат. Там эле эмес, там менен кошо участок сатыкка чыгып атат туғандар. Мынакей, бул эженики экен. Азыр барып сиздерге көрсөтүп беребиз. Канча сотик, базы канча, условиялар кандай экен. Биз менен болуп туруңуздар анда. Мынакей, бул жактан ушул бара турган жолду көрсөтүп берейин биз. Анан баргандан кийин да көрсөтөбүз. Туғандар, азыр сіздер менен жана Рашид Айдаров көчөсүнө түштүк эле го, Бугрянскийден. Бул жактар трансформатор бар экен, анан бул жакка күнбатышта көстө жүргөн көчө бар. Бул Керим ата деген көчө экен туғандар. Керим аке деген көчө экен бул көчө. Бул менен келатканда примерно бир 2-чи, бир 3-чү тамга келсеңиздер, мынакей, сиздер көрүп тургандай. Ушул үй сатыкка чыгып атат. Мынайынан дагы немеге колхозный болуп аткан военкомат, эски военкомат бар экен бул жакта. Жандарбек экен сарайда тетиги жакта. Мынакей. Ушун бияк менен келсеңиздер да болот, бул жак менен келсеңиздер да болот бул жакка. Бул эженики. Анан там бул жагын участок экен. Кошул небет коюп тур, бул жак торап коюп тур. Биринчи тамды көрсөтөбүз, анан участогун өзүнчө көрсөтөбүз. Эки отен сатыкка чыгып атат. Жүрүңүздөр, кирейик. Бисмилlah деп. Баратасын көрдүңүздөр. Мына жашынакай экен, сонун кылып жазап коюптур буйрса. Там номер қанша? 24 номер. Негізі үйдің сотиги 15 сотиг екен. Участокты билбейбиз пока қанша екен. Ал наркы өтінде тұрады. Бір чекесінен таныштырып кетерек. Киргенде эле ушундай арық стежкаланган, жакшы екен. Бул четине баня болуп калат. Анан басып келе берсек, кладовка бар. Ушун узундан салынган екен. Бул жакта кухня. Бет маңдайында тамда туғандар. Анан бул жакта ортосунда ушундай нем бар, навес. Керек, бисмилlah деп. Кухняга кирдик туғандар. Киргенде эле бул жайы кышы жашай турган эле жер экен. Печкасы бар, жылуу бул жак. Мынакей. Анан бул эже айтып атат, мен кеткенде ошол мебелдин көп эле калат. Мен телевизорум анан төшөк майда чүтөлөрүм алып кетем дейт. Анан калган ушулар калат окшойт. Базын анан этегин айтканда, шуларга решетип айтат чыгар. Азыр бул жагын тааныштык туғандар. Узундан ушундай экен да. Туғандар, кухнямен тааныштык. Бул жагым не болуп калат? Погреб экен да? Мана погреб. Погребиңиз кенен эле ичин толтуруп койгон экенсиздер. Мана бияктан да кладовка. Биякка да карап тур. Кладовка екен бұл жағында. Нар жағында да кладовка, нар жағында тоққаны. Нар жағында сарай, малды сарайы. Шынай полка қылып тұр бұл жағын. Неме дағы кетерек түс шығып. Шығып кетергенде шындай штакетке менен бұл жағы жол екен. Сузы бар, сіздер көріп тұрғандай мотор. Анан ешіларында шындай чоң жаңғақ бар. Бұл жақтан қанша бір 6 қап жаңғақ алдым деді. Шындай алдым деді де, жақшы алады екен. Тоғаққана шынды кет өрет бұл жағы. Тоғаққана олып қалады. Бұл жағы агород. Сіздер көріп тұрғандай агород торы екен туғандар. Мынакей, күрттердік екен, күрт еженік екен. Білесіздер қандай қарайды агородты. Темелер байқасыздар бі? Шыларда қалат оқшайды ғой. Қызымдарды қаршы. Бұл жағым не екен білбейсіз, азыр құлтап қойып тұр. Но четтем не еже? Сарай, малды сарай. Сарай, летний сарай екен, о жағы да. Анан шындай неме қылып қойып тұр. Пескоблокпен туалет салып тұр да. Ошол. Бұл жақтан және екінші участокқа кіріп кетсеңіздер болады.
Мінекей. Бұл екінші участогы да еженінше. Жана тоокананын сеткасын ушул жака чыгарып коюптур, сонун кылып артынан. Анан мына кекенен участок. Ошол. Мына жерде топурак, үйүлгөн топурак бар экен, кийин ташып алсаңыздар болот башка жака. Но сонун кылып жазаптыр, мына сетканчы. Сиздерге обзор кылып көрсөтүп коеюнчу, өзүңүздөр жазып алганга. Мына. Шуну жазап коюптур. Бұл участогымен таныштық. Бұл жағына кенен дағы қой қанада қыз болот да? Қойлар болған мұрын қойлар. Кененген ичи, я? Таза, тегиз. Отын көмір ағыз салып атыр. Оного неме бачоктар қалат да бардығы? Жоқ, бачоктарды алып атыр. Алып кетесіз бе? Жақшы, ана жүріңіз. Да, осы жаңғақты қалат. Жана жаңғақтар да? Қанша қап алдын дедсілі? 12 қап. 12 қап бі, амин. 6 қап деп ниет олып тұрмын, 12 қап жақшы алып түсті. Бұны маға салып бердіңіз де? Саған салып берді. Рахмат сізге. Алла разы болсын. Неме, бұл жақтарын көрдік, еме, бұл жақтымен таныштық та? Да. Берді мұрын сенабал болған. Анан бұлап қалды. Анан бияққа туалет қойдым мен, жаңа туалет. Мен агару берді барсы тосу алған. Тозылып қалыптыр, Бүт тосып қойған. Су кенен бе бұл жақта? Су кенен екен. Мына су бияқтан келет, агаруттан. Бияққа. А тияқтан баққа келет. Тияқтан, а? Бақ. Жүріңіздер, мындай барып көрейік дағы. Мен ағып бір сақтап келет. Көрдіңіздер бе? Соның шады зоркен темірден. Şimdi bir tele kalır etti, bunun balıyla kandayın emi. Buyum da. Azını var, bir yakta çıkanға çakap gelem deydi. Negezi baktарын бар екен бұл жақтачы. Бұл жағаны өтпелі қоқтығандары апаны вара қылып. Мына ушындай бақтары бар, кенен полный тозылған екен туғандар. Анымыз үйдің ішіне кіріп, үйді көрсетейік. Азыр бұл үйді көрейген, да? Бисмилlah деп кірейік. Кірівер. Ана. Бұтын киремес кир. Неме екен? Киргенде шынай прихошка. Полу менен. Но майда чиден бары қалат екен да, бұл жақта. Мына жерде де қалат. Мына шифонер. Мына холодильник, мына прихошка. Шифонер, холодильник. Қалат, а? Мынауын алам мен. Мынау карат алам, мынауын алам. Үчөйін алат екенсіз, да? Мынауын барысы қалып атыр. Спальный гарнитур барысы қалып атыр. Нолар бар қалып атыр. Жақшы, жақшы анда. Бұл кенен екен оғыз. Чоң, а? Шын бар қалат екен, парой іштейді дедіңіз. Іштеп атыр, Жылу кенен, а? Паройлар жақшы қой негізі. Құш менен дайыға жылу екен. Мінеке, олардың бары қалат екен. Тоғандар. Жақшы, жылу үйлер де бұлар негізі. Бардығы полды. Үйменен таныштық тоғандар. Бұл жағы 3 комната. Аздыра сыртқа шығып базын сұрайбыз. Өзілі жақшы жерде негізі. Сіздерге білгендей, көргендей, сендерға діле жақын шығып кетсеңіздер. Жақшы жер екен. Сыртқа шығып базын сұрайғанда мәзе. Жаңағы тамартын участокты көрдіңіздер де жерге. Полный бұзып, чоң там салзаңыздар. Бол-бозы мал баққандар сарай салзаңыздар, чоң сарай болат екен да. Бұл жақты бұзып, чоң там салзаңыздар да болады. Шындай. Апа базы $35,000 сұрып атат. Анан дағы келіші өстейді да, кемі бар екен. Телефон номері экранда, ошағы байланыш қылады, туғандар. Мекен жайы Талас обласы, Манас районы, Покровка айылында. Ошол жана айтылған көчөлөрдө да. Ошол. Бул жака келе турган ошол жолдорун көрсөтүп бердим. Ошол жака келди, өзүңүздөр келип көрүп кетсеңиздер болот. Жакшы үй экен. Алыңыздар участогу менен. Полям 1.20 екен. Поляда сатылабы? Сатылат поляда. Каякта ал? Ал жақта стан бар ғой. Бер жағында. Баласарға қайрылғанымдан. Силосный яма бар екен. Силосный ямада берткен ары. Мына полям, мына су.
Болду анда сизге эгерде бул тамды келгенде алуучу бул көрүп атыр да видеонучу. Эгерде поляны алам десе, сиз тигели алып кетет өздөрү машина менен келип көрсөтөсүз каерде экенин. Жакшы экен анда. Сіздерге денсаулық қалайсыз, апа, үйіңіз өтіп кетсін. Біз ушул себептер болдық, ушу бара Алладан өтіп кетсин анда. Жакшы тұрыңыздар.